Сәлеметсіздер ме, суқойғыш знагында туылған жандар? Бұл сіздердің 2023 жылдың қаңтар айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз. Ең бірінші осы айды біз ретро планеталардан бастаймыз, өйткені бізде бір емес, 3 планета ретро болып жатыр. Үшеуі де мощный планеталар. Олардың біріншісі бұл Меркурий. Меркурий бізде желтоқсан айының 30-нан осы қаңтар айының 18-не дейін ретро қозғалыста болады, яғни артқа жүре бастайды. Яғни планеталар артқа жүрген кезде оның энергиясы аз болады, өте төмен болады. Және де Меркурийдің ретро кезінде мен айтып жатам всегда, жаңағыдай бір жаңа заттар, жаңа бір нәрселер қабылдауға болмайды, жаңа нәрселерге келісуге болмайды, жаңа нәрселер сатып алуға болмайды, особенно жаңағы техника бұйымдары. Өйткені бізде Меркурий жаңағы техникалық заттарға жауап береді. Мейлі ол жаңағыдай телефон болсын, мейлі басқа нәрсе болсын. Сондықтан осы Меркурийдің ретро кезінде сатып алған нәрселеріңіз сіздерге ұнамай қалып, және де бір екі рет жасайтын жұмыстар болып қалады. Немесе сату керек қайтадан, немесе бір ақаулары болып, ауыстыру керек деген сияқты бір проблемалары болуы мүмкін. Сондықтан осы ретро Меркурий кезінде жаңадан жаңағыдай бір нәрселер алып қабылдамаған жөн. Мысалы, біреулермен келісіп қойсаңыз, әсіресе жаңағыдай бір ақшалай келісімдер жасасаңыз, тоже дұрыс емес. Өйткені осы кезде адам жаңағы көрініп тұрған нәрселерді көрмей қалуы мүмкін, бір нәрселерді жіберіп алуы мүмкін. Және де Меркурий планетасы сіздердің 12-ші домдарыңызда ретро болып тұр. Ол 12-ші дом деген бізде всегда скрытый, тайный, жаңағы 12 домның ішіндегі ең жабық дом десек болады. Сондықтан осы Меркурийдің ретро кезінде жалпы суқойғыш знагы деген жаңағы өздері бір сондай возбужденный знактардың бірі ғой. Сондықтан осы кезде сіздерге жаңағы өздеріңізбен қалып, жаңағыдай бір тыныштық, тыныш жерлерге бару, сондай жерлерде демалу, сондай бір отдықтар, демалыстар сіздерге өте керек болады. Чтобы сіздер жаңағы бір стресске алып келмеу үшін, сіздерді сондай бір нервозный, бір нәрсені уайымдап осы кездер сондай мәселелер болуы мүмкін. Сондықтан өзіңізді жаңағы осындай бір стресске дейін апармау үшін сондай бір демалыстар сіздерге керек болады. Және де 12-ші дом бізде жаңағы бұрынғы нәрселер, бұрынғы нәрселерден арылу, құтылу. Сондықтан енді планеталар ретро болған кезде бұл біз всегда айтамыз арт жақ, артқы нәрселер, бұрынғы нәрселер. Сондықтан бір бұрынғы көзқарастарыңызға, бұрынғы нәрселерге сіз осы кездері нүкте қоюыңыз мүмкін. Және де 12-ші дом бізде жаңағы бір қамқорлыққа да жауап береді. Сондықтан міне жаңа жыл келе жатыр, жаңа жылда жаңа табыс деп жатамыз. Сондықтан осы жаңа жылда жаңағыдай өзіңіз біреулерге сыйлық жасап, сөйтіп бір басқаларға жақсылық жасасаңыз өте қолайлы кезе осы кезде. Және де осы Меркурий 12-ші домда болған кезде сіздердің жаңағы воображенияларыңыз күшті жұмыс жасайтын болады. Жаңағыдай осы кездер сіздер бір нәрсені ойлайтын болсаңыздар, бір красочный ғып сөйтіп ойлайсыздар, күшті ғып ойлайтын боласыздар, өйткені воображенияларыңыз мықты жұмыс жасайтын болады. Және басқалар сіздерді қиялы деп ойлауы мүмкін осы сәтте. Бірақ та осы сәтте сіздің жаңағы воображенияңыз күшті жұмыс жасайды. Және де осы кездері бізде 12-ші дом түске де жауап береді. Адам жаңағы анық, нақты түстер көруі мүмкін. Және де осы кездері жаңағы қиялға берілу, жаңағы қиялыңыздағы нәрселер де анық болады. Яғни бір нәрсені пландап жүрген болсаңыз, қазір алды жақта айтатын болам, сіздердің жаңағы жұмыс туралы, барлығы туралы тоқталатын болам. Сондықтан осы кездері жаңағыдай бір өзіңіздің болашақта ашайын деп жүрген бір жұмысыңыз, бизнесіңіз, бір кішігірім жұмыс ашатын болсаңыз,
соларды осы аралықта 20 күн аралығында сіздер өте жақсы жаңағы деталына дейін представлять ете аласыздар бастарыңыздаршы, нақты жаңағы пазлды толығымен құрастыра аласыздар басыңызда. Не істеймін, қалай істеймін, қандай шаг жасаймын деген сияқты нәрселерді толық жаңа қиялыңызда, өзіңіздің ойыңызда толық елестете алатын боласыздар. Одан кейінгі планета бізде Марс планетасы. Марс мен всегда айтам, бұл адамның энергиясына жауап береді, адамның әрекетіне, іс-қимылына жауап беретін планеталардың бірі. Ол бізде 2,5 ай болды уже ретро болып жатыр, және ол сіздердің 5-ші домдарыңызда ретро болып жатыр. Енді Марстың ретро кезінде, жаңа айттым, планеталар ретро кезінде бұл бұрынғы нәрселер. 5-ші дом бізде бұл романтикалық, жаңағы махаббатқа жауап беретін домдардың бірі. Демалу, іс-сапар, жаңағыдай рахаттану, осының бәрі 5-ші домға кіреді. Яғни Марс ретро болған кезде осы жерде енді 5-ші дом жаңағы махаббат дедік. Сондықтан ретро планета бұл бұрынғы өткен қарым-қатынастарыңызға оралу деген сияқты, бұрынғы бір таныстарыңыз, бұрынғы жүрген қызыңыз немесе жігітіңіз, соларды кездестіруіңіз мүмкін, солармен біраз уақыт сөйлесіп жүруіңіз мүмкін, және де сол отношенияларға жаңағыдай оралам деп ойлауыңыз да мүмкін, бірақ та бұл жердегі ең соңғы шешімді сіздер 7-сі күні жасағандарыңыз жөн. Қазір мен оған да тоқталатын боламын алдыда. Яғни осы ретро Марс кезінде жаңағыдай 2,5 ай бойы сондай бір сөйлесіп жүрген болсаңыз, ойланып жүрген болсаңыз, шешімдеріңізді толығымен жасайтын боласыздар алдыда. Мүмкін осы 2,5 ай бойы сіздер жаңағы бізде 5-ші дом творчествоға жауап береді. Адамның өзінің ісі, ұнайтын ісі, өзіне ұнайтын нәрсені жасау. Сондықтан 2,5 ай бойы сіздер жаңағы жұмысыңыз бойынша переоценкалар жасап, егер нақты қазір істейтін жұмысыңыз бойынша, сіздер осы 2,5 ай бойы жаңағы өзіңіздің бір кішігірім, жаңа айтып өттім ғой, бизнесіңізді ашуға бір қадамдар жасап, сол туралы ойланып, толғанып жүрген болсаңыз, жүрген болуыңыз да мүмкін. Және осы дайындалып жүрген жұмысыңызды бастайтын болсаңыз, өзіңіздің бір бизнесіңізді, кішігірім жұмысыңызды бастайтын болсаңыз, сіздер оны осы 18-нен кейін бастағандарыңыз жөн. Как раз сол кезде Меркурий да шығады, Марс та жаңағы ретро қозғалыстан шығатын болады. Сол кездер өте қолайлы моменттер. Және 3-ші қаңтар күні Венера планетасы, махаббат, ақшаның планетасы сіздердің 1-ші домдарыңызға кіреді. Жалпы Венера планетасы бізде өте жаңағы приятный нәрселерге жауап береді. Ол сіздердің 1-ші домдарыңызға кіреді, енді еще сіздердің знактарыңызға кіреді. Бұл деген енді сіздерге қатты әсер етеді деген сөз. Осы 1-ші домға Венера кіргенде тартымды боласыз. 1-ші дом айтып жатам ғой, адамның имиджіне жауап береді, адамның жаңағы бет әлпетіне, адамның жалпы қандай екеніне жауап береді. Осы кездері өзіңіздің бет әлпеті, имиджіңізға жалпы өзіңізге көп көңіл бөлетін боласыздар. Және де осы кездері өте құлпырып жүретін боласыздар. Өзгелер сіздерге тартылатын болады, бір басқаларға да өте бір көрікті, сондай бір тартымды болып көрінесіз. 1-ші дом бойынша жаңағы өзіңіздің, бағана айтып өттім, өзіңіздің бизнесіңізді, кішігірім жұмысыңызды бастағалы жүрсеңіз, осы кездері жалпы жақсы кезең, осы 1-ші айда. Одан кейін 7-сі күні бізде полнолуние болады. Полнолуние мен айтам всегда бір нәрселерді осы кезде толығымен көресіздер. Любой нәрсенің осы кезде беті ашылады. Және полнолуние кезінде ай планетасы өзінің кульминациясына жетеді, яғни осы кезде энергия өте мощный болады. Ол сіздердің 6-шы домдарыңызда болады. Яғни бұл жұмысыңызға байланысты болуы мүмкін, және денсаулыққа байланысты, күнделікті жұмысыңызға байланысты болуы мүмкін. Осы кездері денсаулығыңызда қандай да бір ақаулар болса, уже осы күнге дейін егер жаңағы откладывать етіп кейінге қалдырып келе жатсаңыз, осы полнолунияда кейінге қалдыруға сіздерге мүмкіндік болмайды. Яғни осы кезде
сіздерге бір знак болады, кейінге қалдырма деген. Сондықтан денсаулықтарыңызда қандай да бір кінәрат ағаттық болса, міндетті түрде қараңыздар, оны құр босқа көңіл аудармай қалуға болмайды. Және де ай планетасы осы полнолунияда өзінің знагында болады, яғни шаян знагында болады, өте мощный, 2 есе мощный болады осы полнолунияның әсері. Сондықтан осы полнолунияны өзіңізге пайдалы жағынан дұрыс жаққа бағыттаңыздар. Жаңағыдай стресс, негативқа қатты беріліп, жаңағыдай бір жаман энергияға түсіп кетпеңіздер. Керісінше жақсы бағытқа бағыттап, осы кезде бір шешімдер жасап, ойлануға өте қолайлы сәт, осы 7-8 күндері. Одан кейін бізде 22-сі күні новолуния болады, яғни жаңадан ай туады. Жаңа ай туады, және бұл да сіздердің бірінші домдарыңызда болады. Жалпы осы айда сіздер үшін бірінші дом өте маңызды болады. Және де осы сіздің знагыңызда болады. Енді бірінші домда, бірінші градусында болады новолуния. Новолуния всегда айтам, жаңа шаг, жаңа қадам, жаңадан энергия туылады. Сондықтан осы новолуния сіздер үшін өте маңызды болады. Енді егер сіздің асцендентіңіз осы суқойғыш знагының 1 мен 5 градус аралығында болса, сіздерге әсіресе қатты әсер етеді. Және де туған күндеріңіз 22-сі, 23-ші, 24-ті, 25-сі, 26-сы аралығында болса, сіздерге де өте мощно әсер ететін болады. Жалпы новолунияда енді жаңа қадам дейді ғой, осы кездері жаңағы планеталардың барлығы ретро қозғалыстан шығады. Және де сіздердің басқарушы планеталарыңыз, Уран планетасы да, ол 3-ші планета, жаңағы мен айтып өткен 3-ші планета, ол да алдыға жүре бастайды. Яғни барлық планеталардың энергиясы қосылып, жаңағы осы новолунияның энергиясы бар. Өте осы айдың 2-ші жартысы өте мощный болады. Энергия деген енді пикта болады деп айтсам болады. Сондықтан егер осы ретро Марс бойынша жаңа айтып 2,5 ай бойы ойланып, толғанып жүрген болсаңыздар, қандай да бір жұмыс істеймін деген болсаңыздар, бір кішігірім нәрсе ашам деген болсаңыздар, осы кезде өздеріңізді көрсетуге өте қолайлы момент. Және де жаңа Уран планетасы өте сондай непредсказуемый планеталардың бірі ғой. Сондықтан сіздерге ол жаңағыдай бір күшті подарка беруі де мүмкін. Және бірінші дом бойынша, бұл негізі бірінші дом адамның басқалардың алдында қандай болып көрінуі. Жалпы адамдар сіз туралы не ойлайды? Сізді көргенде кім деп ойлайды басқа адамдар? Жалпы сіз туралы басқа адамдардың ассоциациясы. Егер осы күнге дейін сіз өзіңіз бір түсініксіз болып жүрсеңіз, өзіңіздің жаңағы бір жолыңызды таппай жүрген болсаңыз, осы кездері өзіңіздің кім екеніңізді, өзіңіздің немен айналысатыныңызды жалпы көрсетуге өте қолайлы момент. Және де өзіңіздің жаңадан осы қоғамдағы орныңызды көрсетуге қадам жасауға өте қолайлы сәт. Осы бірінші домда сіздерде планеталардың стелиумы болады, сондықтан өте жақсы период деп айтсам болады. Және де осы бірінші домда Сатурн планетасы бар. Сатурн планетасы бұл белгілі бір адамды жаңағы бір ответственностьқа, жауапкершілікке шақыратын планета. Яғни Сатурн сен хочешь, не хочешь, жаңағыдай сені жаңағы бір ответственностьқа әкеледі. Яғни Сатурн өте қатал планеталардың бірі деп айтсақ та болады. Және ол сіздердің бірінші домдарыңызда тұр. Яғни бірінші домда тұру себебі ол сіздерге осы басқа адамдардың көзінше өз орныңды тап, өзіңнің қоғамдағы орныңды анықта деп тұр сіздерге. Және де осы 30 жас, 29-30 жас бұл возвращение Сатурна деп айтамыз. Бұл да үлкен тақырып, жаңағыдай бұл адамда 29-30 жылда бір рет болады. Яғни 30 жасқа толған, енді 31 жасқа толайын деп жатқан водолейлар, жаңағы суқойғыштар болса, сіздерде возвращение Сатурна болып жатыр қазір. Яғни Сатурн планетасы сіздердің знактарыңызда. 30 жасқа толғанда жалпы
бір өмірлік цикл өтеді, адамның бір өмірлік циклы өтеді 30 жас. Енді келесі возвращение Сатурна бұл 60 жаста болады, 59-60 жаста. Сондықтан адам өміріндегі бір этаптан өтті деген сөз, возвращение Сатурна кезінде. Сондықтан көп жаңағы 30-29 жастағы адамдарда өте жаңағы мощный өзгерістер болады. Олар жаңағы жалпы өзінің өмірі туралы 30 жылдық өміріне анализ жасап, дұрыс жолмен келе жатырмын ба, дұрыс бағытпен келе жатырмын ба, соның бәріне көз жүгіртетін болады. Және егер дұрыс емес бағытпен келе жатқан болсаңыз, онда Сатурн барлығын сындырады, барлығын сындырып сіздерге жаңадан құрастыруға, жаңадан құрылуға мүмкіндік береді. Осы Сатурнның жаңағы бір тесті дейміз ғой, былайша айтқанда тестінен жақсылап өтулеріңізге тілектеспін. Кімде жаңағы возвращение Сатурна болып жатса. Осы ай, именно осы бірінші ай сіздер үшін өте мощный ай болып тұр. Яғни сіздердің знактарыңызда стелиум болып жатыр, новолуние болып жатыр, Сатурн тұрып жатыр. Жаңағыдай сіздердің знактарыңызда көптеген планеталар топтасып жатыр. Және де бірінші домға келіп тұр, сіздердің знактарыңыз, яғни бірінші дом деген бұл всегда бір нәрсенің бастауы, начало. Даже мына гороскопта бірінші домнан басталады, Сондықтан бірінші дом бойынша жалпы қорытынды осы айда өздеріңіздің өмірлік жолдарыңызды, өздеріңіздің жалпы кім екеніңіз, қоғамдағы орныңыз, сіздерді басқа адамдар кім деп көреді, қандай деп көреді, немен айналысады деп көретіні туралы нақты шешім жасауларыңыз керек, Енді осы айдағы планеталардың жалпы энергиясын тек жақсы жағынан қолданыңыздар. Сіздер әрекет етпесеңіздер, барлығы сіздердің жандарыңыздан өте береді. Сондықтан әрекет түбі берекет. Өздеріңіз әрекет етіңіздер. Планеталардың барлық жақсы қозғалыстарын өздеріңізге жақсы жағынан қолданыңыздар. Жаңа жыл, жаңа табыс, жаңа бақыт алып келсін сіздерге. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Лайктарыңызды басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.